Сәлем оқырман. Альмира ханым енді жүргізуші болмайтын секілді. Қанша 2 аптадан көп уақыт өтті, эфир сыртында жұмысын атқарып жүр. Үйдің тіршіліктерімен көбінесе айналасуда, желіде көргеніміздей. Сұрақ қойған екен, бүгін оқырмандары қандай жауап берді, оқып көрейін. Қашан қосылайыққа келесіз? Эфир сізсіз қызықсыз депті көрермен. Ал Альмира болса былай жауап берді. Рахмет халқым, қатты іздеп не болды депсіздер. Мен сол қосылайықтың төңірегіндемін, мен шығып кетпедім. Соған қарағанда жүргізуші болмайтын секілді. Қайта оралатын болса келемін деп жауап берер еді. Ал енді орнына басқа жүргізуші іздеп жатыр ма екен? Әлде Бауыржанның өзі болатын болды ма? Соңғы күндері настроениеңіз болмай жүр ғой деп сұрақ қойса. Көңіл күйім шүкір, бірінші Алла, екінші өзімді жақсы көргеннің арқасында өте жақсы. Өздеріңізді жақсы көруден шаршамаңыздар. Өзіме өзім сыйлық жасап жүрмін. Ой, оны айтсам сіздер күшті сыйлық қой дейсіздер, анық, деді Альмира ханым. Оқырманның пікірін оқысақ, біреулер келсін десе, біреулер келмей ақ қойсын дегендер де бар. Сіз кімнің қатарындасыз? Альмира ханымды күтесіз бе? Ал енді өткенге оралсақ, Диана ханым кеткенде көбі қайта оралуын қалаған еді. Бірақ Диана ханым бармаймын жобаға деген еді. Өзінің жұмыстарын сыртта жалғастырғысы келгені анық. Көптеген брендтермен жұмыс жасап, өзін қазір блогер ретінде көрсеткені ұнайды деп ойлаймын. Қанша дегенмен біршама жыл бір жерде жасағасын, тек сол жобамен есімізге түсетін. Ал қазір болса өзінің жеке брендін қалыптастыруда. Бір сөзінде де айтқан болатын. Жобаға бармаймын ендігі деп. Мені бірнеше рет шақырды. Оғанда келіспедім деген. Ал сіз Диана ханымды күтесіз бе? Айкүміс редакторға да сондай сұрақтар қойылған еді, бірақ ол да әлі бармайтын секілді. Себебі кішкентай сәбиі бар, және де бірде-бір эфирге шығып көрмеген. Ал Мұса болса негізінде Альмира ханымға бір қарсылығын көрсетіп жобадан кетіп қалған болатын. Мұса қайта жобаға орала ма? Негізі Алматыда жүр қазір, кеше ғана қосылайықтың қатысушылармен бірге серуендеп қайтқан болатын. Енді көре жатармыз алдыда. Кім қайта оралады екен жобаға? Ал оқырмандарымыздың пікірін оқып көрейік. Екі сөзінің бірі мен редактор болғанмын деп айта береді. Мақтаншақтығы басым Альмираның. Я, сөзі көп, екі адам бірге жүргізетін болғасын сыйласа білу керек. Сөзі бар екенмін деп сөзді тартып ала беруге бола ма? Диана жалғыз өзі тізгінді ұстады ғой. Міне, Бауыржан да студияға еге бола алатынын көрсетті. Жалғыз жүргізгені дұрыс. Альмира тізгіннен айырылысы келмей. Барлық сөзге пату айтады. Кейде Бауыржанды мысымен басқысы келетіні көрініп тұрады. Негізі эфирде халық алдына шығып жүргізуші болуға лайық емес. Ауыр болса кешірсін әрине, бірақ салпетек екені көрініп тұрады. Неге Мұса жалғыз саған ұнамаған үшін кетуі керек? Сенің білімің жүргізуші ретінде ситуацияны сараптай алмауында. Ашық айтқан үшін ол кінәлі емес. Неге халықтың пікірін тыңдамайсың? Неге халықпен санаспай жалғыз саған ұнамады деп Мұсаға қысым жасалады? Халықтың неге тыңдамайсың? Мұсаны қайтарыңдар дереу. Ал сіз не ойлайсыз? Өз ойыңызды жаза кетіңіздер.